Жетісу облысындағы жер сілкінісінен кейін стратегиялық нысандарға мониторинг жасалды. 4 балдық дүмпуден зақым келген ғимараттар анықталмапты. Ошағы Жаркент пен Шонжының арасындағы аумақта тіркелген. Оның толқыны 250 шақырым жердегі Алматыға 2 балл болып жетті. Түнде жер тербелгенде шошып қалған тұрғындар үшін жедел желі іске қосылды. Ал сейсмологтардың болжамын Нұргүл Нұрланқызы айтып берсін. Түнгі сағат 23:42-де Жетісу облысының тұрғындары аяғынан тік тұрды. Себебі мұндағы жұрт 4 балдық жер сілкінісін сезді. Ұйықтағалы жатқан тұрғындар жапа-тармағай далаға жүгіргендерін айтады. Біздің ауылымызда жер сілкінісі байқалды. Түнгі уақыт болғандықтан ол өте қорқынышты болды. Бала шағамыз аман, төрт көзіміз түген, бауырымыз бүтін, Аллаға шүкір. Бірақ осындай жер сілкіністері енді болмаса екен. Зілзаланың ошағы Алматы қаласынан солтүстік шығысқа қарай 257 шақырым жерде орналасқан. Ол Жаркентте ғана емес, Текелі мен Шонжыда 3 балдық қуатпен, ал Алматы мен Талдықорған қалаларында 2 балл болып сезілген. Осы жағдайға байланысты Жетісу облысында жедел желі іске қосылды. Алайда оған хабарласқандар болмапты. Қирауы мен залал шеккендер туралы ақпарат тіркелмеді. Және тіршілікті қамтамасыз ету объектілері, автожолдар, оның ішінде көпірлер штатты режимде жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайлар департаменті өз тарапынан облыс бойынша телерадио хабарларды таратуды ұстап қалу жүйесін және Панфилов ауданы бойынша құлақтандыру жүйесін іске қосты. Сейсмологтар жер сілкінісі бұл өңірлер үшін қалыпты жағдай деп отыр. Әсіресе еліміздің оңтүстік шығысы сейсмикалық қауіпті аймақ болып есептеледі. Оның ішінде Қытай мен Қырғызстанмен шекаралас елді мекендерде қауіп басым. Бірақ биылдыққа зілзала жиі болып кетті деп айту қате дейді мамандар. Биылдыққа көп деп айта алмаймыз. Салыстырмалы түрде айтқанда 2022 жылы бүкіл Қазақстан аумағын толық қамтыған кезде 10 мың жер сілкінісіне дейін жеткен. Қазіргі таңда 7-8 мың, әрі кетсе 9 мыңға барады. Бұның бәрін біздің приборлар тіркейді. Бірақ оның бәрі сезіле бермейді. Мәселен, Алматы маңында қарашаға дейін 360 жер сілкінісі тіркеліпті. Соның 32-сі ғана адамдарға сезілген. Сейсмологтар жақын арада тұрғындарға алаңдайтын негіз жоқ деп сендірді. Айта кетерлігі, зілзала белгілі бір жыл мезгілінде не тәулік уақытында болмайды, ауа райда оған әсер етпейді дейді мамандар. Нұргүл Нұрланқызы, Дидар Елеу, Қайрат Зиябеков, КТК.